Ассалаумағалейкум әріптестер және оқырмандар. Сіздерге кезекте.kz деген сайтпен таныстырғым келіп отыр. Бұл жалпы мемлекет қызметкерлері үшін және тұрғын үйге тіркелген азаматшалар үшін. Мына видео жалпы қызықты болуы мүмкін. Жалпы тұрғын үйге кезекке тұрған болсаңыз, оны қалай көре аласыз және қалай анықтай аласыз. Ол бойынша мына кезекте.kz сайты арқылы шаңырақ, яғни тұрғын үй кезегінде тұруға арналған ақпараттық қызмет бөліміне өтесіздер. Бұл бөлімге өткеннен кейін сіздерде яғни тұрғын үйде тұру нешінші кезекте тұрсыздар, нешінші номерге жазылдыңыздар, сол нәрсені нақты көре алады екенсіздер. Яғни кезектегі номерді тексеру деген бар. Кезектегі номерді тексеру. Сіздерге ЖСМ бойынша кезектегі номерді тексеру жүйесі ашылады. Кезектегі номер, мына жерде ЖСМ сұралады. ЖСМді басу арқылы бұдан әрі батырмасын бассаңыздар, сіздерге өз тұрғын үй бойынша кезектеріңіз шығады екен. Яғни қосымша мәліметтерді қарауларыңызға болады, яғни жалпылама тізімді. Нешінші? Сіздің кезектегі номеріңіз 237. Яғни мен бұл 237 қашан тұрдым кезекке? 2017 жылы тұрдым. 2017 жылы тұрған кезде бұл тұрғын үйге кезекке тұрған кезде 556 ма болатын. Нақты қазір ұмытып тұрмын, точно уақытым сондай болатын. Енді қазір 5 жылда бұл қазір 237-ге түсті. Яғни кезек жылжып жатыр деген сөз. Яғни тағы 2 жыл күтеміз, немесе 3 жыл күтеміз. Алла қаласа, ол да тұрғын үй кезегі де келіп жетер. Қарау батырмасын басамыз. Қарау батырмасын бассақ, яғни менің алдымда кім бар, арт жақта кім келіп жатыр кезекте, нешінші номерде кім бар екенін нақты осы жерден көре алады екенсіздер. Жалпы қанша тізім бар. Жетісай, мен бұл енді Жетісай ауданы бойынша қарап жатырмын. Жетісай ауданы бойынша, яғни өзінің тұрғылықты жерім бойынша. Барлық жазбалар 510 дейді. Әр жазбада бірнеше кісіден болғанда, 10 шақты кісіден болғанда 5000-нан ары адам бар деген сөз. Енді менің кезегім 237 еді. 237. Бірінші номердегі адамды көре аламыз. Кезекте тұрған кім екен? Бірінші номерде Жанбаева дейді. Мемлекет қызмет бойынша бірінші кезекте тұр екен. Bir айдан кейін қарап көремін, егер осы кісі тізімде жоқ болса, ол кісі алған есеп болар. Болатова дейді. Жетісай ауданы бойынша өтінішке тұрған. Осындай жалпы тұрғын үй бойынша кезекте нешінші орында тұрсыз? Кезегіңіз қалай жылжып жатыр? Осы сайт арқылы көре алады екенсіздер. Алдындары ego порталынан көретін едік. Ол қазір ego порталынан бөлініп, осы жүйе іске жүргізіліп жатыр екен. Осы жүйе арқылы біле аласыздар. Және де егер де тұрғын үйге кезекке тұрмаған болсаңыздар, осы жерден өтініш беріп, кезекке тұра алады екенсіздер. Бұл міндетті жаңағыдай ЭЦХ включіңіз болу керек. ЭЦХ включте өзіңіз алуыңыз болады. Қазіргі таңда қолайлы қызметтер барынша ego порталы жүйеге жүргізіп жатыр. Яғни ego мобильный версиясы арқылы да ЭЦХ алу мүмкіндігі бар екен қазіргі таңда. Жалпы айтқанда, назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Осы видео жалпы сіздердің пайдаларыңызға жарайды деп ойлаймын. Егер де толығырақ видео жасауымда қалай кіру керек, қалай жүргізу керек деген сияқты сұрақтар туындайтын болса, комментарий бөліміне жазсаңыздар болады. Ары қарап тағы қосымша видео жасайтын боламын.